Мен Өтеулин Жәнібек Мұхамбетұлы Қостанай қаласындағы Өрлеу кәсіби даму институтында 26 қыркүйектен 7 қазан аралығында орта білім беру ұйымдарының қазақ тілі və әдебиеті мұғалімдерінің базалық және пәндік құзыреттілігін дамыту атты 2 апталық курсында өз біліктілігімді арттырдым. Білім беру саласындағы жалпы мемлекеттік басымдықтар мен қазақ тілі әдебиетінің пәнін оқытудың өзекті мәселелері, оқу мақсатының 4 дағдысы бойынша әртүрлі теориялық және практикалық дәрістерді жан-жақты талдап түсіндірген тренеріміз Ғалия Сапарбекқызына алғысымыз шексіз. Курс барысында өзіме көптеген ақпараттар мен әдіс-тәсілдерді алдым. Әріптестермен бірге сабақ мақсаттарын пысықтап, өзара тәжірибе алмастым. Ғалия Сапарбекқызынан өзіме қиындық келтіріп жүрген сұрақтарыма курс аясында толық жауаптар алдым. Алдағы уақытта осы курстан алған білімді практика жүзінде ұштастырып пайдалана аламын деген сенімдемін. Өрлеу кәсіби даму институтының ұжымына біліктілігімізді арттырған үшін алғысымды білдіремін.